Көп адамдар маған жазады, ол бизнес жасап жатырмын, ақша келіп жатыр, бірақ көрінбейді дейді да. Оның көптеген себептері бар. Бірінші себебі сенің математикаң дұрыс емес. Сен көп адамдар көрдім өзімді. Қарайсың, айына миллиард айналдырып жатыр, 100 миллион айналдырып жатыр, 500 миллион айналдырып жатыр. Көреді да, вау, күшті түсіп жатыр дейді. Сөйтеді да, оны апарып действительно финансистке апарып көрсетсең, ол бухгалтер таба алмайды оны финансист біледі. Финансистке апарған кезде минусқа жұмыс жасаған көрсетіп береді ғой. Ё-моё дейді, сонымен қайтадан өзгертеді бәрін. Екінші мәселе, сен арам жолмен тауып отырсың ба деген сұрақ та. Арам жолмен тауып отқанда ақшаң көрінбейді сенің, жоқ болып кете береді ол. Үшіншіден, қандай жолмен оны тауып жатсың, қалай істеп жатсың, қалай жұмсап жатсың. Сондықтан оны жерде бірінші очередь финансист көрсету керек, екінші жерде бұл жерде қалай тауып жатсың, қалай жұмсап жатсың, соған қарау керек та. Өйткені арам жолмен табылған нәрсе солай жоқ болып кетеді тезірек.